экономикалық одағынан түскен құжаттар қалай талданады? Одақтың техникалық регламенттерін әзірлеу және оларға өзгерістер енгізу тәртібі мен стандарттар тізбесі жаңа редакцияда қалай бекітіледі? Аттракциондар қауіпсіздігі мен электротехника және радиоэлектроника құралдарына қолданылатын қауіпті заттардың шектелуі Евразиялық экономикалық одақта техникалық регламент қабылдау барысы қандай деңгейде? Осы сауалдар техникалық реттеу бойынша өткен өңірлік штаб отырысында қаралды. Жиында сонымен қатар өнімнің сәйкестігін растау, мемлекеттік сатып алу кезінде менеджмент жүйесін сертификаттау, СТ-КЗ белгісімен шыққан тауарды сертификаттау мәселелері талқыланды. Өнім өндірушілер мен бизнес иелеріне осы жайтқа қатысты ақпараттық түсіндіру жұмыстарын кеңінен жүргізу қажеттігі де айтылды. Штаб отырысы техникалық реттеу және метрология комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті мен Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты Алматы облысы бойынша филиалының ұйымдастыруымен өтті. Жобалар, ондағы өзгерістер туралы мәлімет беріп жатырмыз кәсіпкерлерге. Жаңадан енгізілген техникалық регламентті жан-жақты білсе дейміз. Қазіргі уақытта 3 техникалық регламент мақұлданды. Ал заң жүзінде Еуразиялық экономикалық одақтың алқа мәжілісінде қабылданады. Біздің міндетіміз өнім өндірушілер, яғни кәсіпкерлер